Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды жұбыңыз сізден не жасырады, соны көретін боламыз. Қыздар, жігіттер, бұл общий расклад қыздарға да жігіттерге де арналады. Өзіңізді ойлаңыз, жұбыңыз сізден не жасап тұр, соны қазір білетін боламыз. Жалпы айтқан кезде, сіз қазіргі сәтте қандай адамсыз, қандай энергетикадасыз, соны көріп алайық бірінші. Сіз қазір біреудің өтірігін біліп, жүрегіңіз жараланып жатуы мүмкін. Сіз үшін біреулер маска киген болуы мүмкін. Жаңағы өтірік алдағанын білуіңіз де мүмкін, және де содан жүрегіңіз жараланған болуы мүмкін. Иә, сізді алдағандығы көрсетіліп тұр белгілі бір адамның. Жалпы енергетикаңыз. Қазір соған байланысты қорқынышыңыз бар. Жалпы переживаниядасыз қазір. Кішкене стресс, депрессияда болуыңыз мүмкін бұл жерде. Шын мәнінде немесе жүрегіңіз шамалы ауырып жатуы мүмкін. Денсаулық жағыңыз бұл жерде. Сосын немесе сіз қазір белгілі бір нәрсені жаңағыдай өтірік екенін нақты фактіңіз жоқ білмесеңіз де, бірақ сезіп тұрсыз, алдағы уақытта сондай болып қалады ма деген сияқты сондай қорқыныштасыз, үлкен қорқыныштасыз қазіргі сәтте. Қазіргі энергетикаңыз солай көрсетіліп тұр. Қазір кішкене уайымдауда болуыңыз да мүмкін. Немесе денсаулық жағыңыздан бір мәселе болған болуы мүмкін, соны уайымдап тұрған болуыңыз мүмкін. Bir жеріңіз ауырып тұрған болуы мүмкін. Қазіргі жалпы энергетикаңыз осылай түсіп тұр. Бұл сіздің раскладыңыз емес пе, оны өзіңіз білесіз. Енді чтобы расклад сіздікі болу үшін лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Енді жұбыңыз сізден не жасырады? Бұл жерде қыз болсын, жігіт болсын көре беруге болады. Жұбыңыз сізден не жасырады? Жұбыңыз не жасырады сізден? Бұл жерде жұбыңыздың жасыратыны отбасылы ер адам болуы мүмкін, оны жасыруы мүмкін. Және де баласы бар ер азамат болуы мүмкін, оны жасыруы мүмкін. Егер де ер адамдар көріп отырған болса, бұл жұбыңыздың өзінің тұрақты ер адам болуы мүмкін, күйеуі бар болуы мүмкін. Яғни сізден басқа өзінің жұбы бар болуы мүмкін. Сізден басқа өзінің баласы бар болуы мүмкін. Немесе екеулеріңіздің бір ортақ құпия балаларыңыз болуы мүмкін. Ешкім білмейтін мысалға. Сосын жұбыңыз және де сізден күдіктенуі мүмкін. Егер де ортақ балаларыңыз болатын болса, бұл нақты менің балам ба деген сияқты күдігі бар болуы мүмкін. Ол жұбыңыз, бірақ сізден оны жасырады. Немесе ер адамдар көріп отырған болса, өздеріңіздің қыздарыңызды, әйел адамдарыңызды, онда бұл жерде өзіңіздің жұбыңыз ортақ балаларыңыз болмауы мүмкін. Солай көрсетіп тұр негізі. Егер де бала мәселесі актуальна емес дейтіндеріңіз болатын болса, онда белгілі бір сот процесін жасыруы мүмкін. Немесе өзімнің жұбым өмірден өтті деп алдауы мүмкін. Бұл жерде ситуация өте көп көрсетіп тұр. Бұл общий расклад болғандықтан, қыздар, жігіттер, общий расклад болғандықтан нақты емес, общий көрсетіп тұр. Біреулеріңізде бала мәселесі бойынша алдау, біреулеріңізде жұп мәселесі бойынша алдау, жұбы бар, жоқ, немесе жұбым өмірден өтті, өтпеді деген сияқты нәрселерді алдауы мүмкін. Балам бар, балам жоқ деген сияқты нәрселерді алдауы мүмкін бұл жерде. Сосын немесе жұбыңыз сізге өзінің шынайы бет бейнесін көрсетпей тұр. Сізге қазір мықты, күшті ер адам сияқты болып, немесе мықты, күшті әйел адам сияқты болып көрінгенмен, на самом деле жасыруы мүмкін өзінің бет бейнесін. Көбінесе бұл жұбыңыз эгоист болуы мүмкін. Өз-өзін ойлап қалған, сізбен мүмкін қарым-қатынасын өзі үшін жасап жүр. Өзінің керегі үшін,
сізді қаржылай пайдалануы мүмкін, немесе сізді жаңағыдай басқа жағынан пайдалануы мүмкін. Әйтеуір өзінің выгоды үшін сізбен қарым-қатынас жасап жүруі мүмкін. Бұл жерде ықтималдық өте жоғары болып тұр. Сосын жұбыңыз тағы сізден не жасырады? Айтып отырмын ғой, сізден жасыратыны көп негізінен. Сізге өтірік уәделер беріп жатырған болуы да мүмкін. Бірге тұрамыз, бірге отбасылы боламыз деген сияқты сөздер айтуы мүмкін. Сіз бұған сенбеуіңіз мүмкін, бірақ сізді как будто бір күштеп сендіріп жатырған сияқты. Сенбеске болмайды. Маска киіп тұр жұбыңыз бұл жерде. Маска киіп тұр. Көбінесе сізге көп қаржы жұмсамауы мүмкін. Сізге жаңағы көп внимание бөлмеуі мүмкін. Просто пайдалану болуы мүмкін, қыздар, жігіттер, жұптарыңыз. Сосын, егер де официально бірге болайық, официально жаңағыдай отбасылы болайық деген әңгімелерден қашатын адам болуы мүмкін. Жоқ деген сияқты. Ондай әңгімелерді кейінге ысырып қою, бірінші жаңағы басқа мәселелерді талқылау деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Заңды некеден қашып тұр бұл жерде жұбыңыз. Заңды неке маңызды болмаса, сізге де маңызды болмаса, онда сіз үшін жауапкершілік алудан қашып тұрғандығы көрсетіліп тұр. Бұл жерде егер де ортақ бала қалаған болсаңыздар, онда қаламай тұрған болуы мүмкін жұбыңыз. Әзір емес, әзір уақыт емес деген сияқты. Сосын сізден жасыратыны, мен қазір ештеңе жасай алмаймын. Мысалға, оның жаңағыдай әйел адамдар көріп отырғанымызда, қыздар көріп отырғанымызда, менің қазір әйелім бар, жауапкершілігім бар, кішкентай баламыз бар, өссін сәл деген сияқты сондай сіздерді алдау болуы мүмкін. Ал ер адамдар көріп отырған болса, онда жұбыңыз, яғни қыз сізден әзір балалы болғысы келмеуі мүмкін. Солай көрсетіп тұр негізі. Жұбыңыз тағы сізден не жасырып тұр? Сізден басқа құпия кездесу бар болуы мүмкін бұл жерде. Үшінші адам түсіп тұр. Үшінші адам болу ықтималдығы өте жоғары. Бұл жерде как будто спектакль ойнап тұр. Басқа жаңағыдай адамы болуы мүмкін. Және де ол ұзақ уақыттан бері. Жаралы жүрек көрсетіп тұр. Сіз оны білуіңіз мүмкін, араларыңызда үшінші адам бар екенін сезуіңіз мүмкін. Немесе хат алмасқандарын оқып қойған болуыңыз мүмкін. Әйтеуір бір білуіңіз мүмкін, но бірақ сіз ол адамды өзіңіз үшін идеально қылып алып алғансыз көз алдыңызға. Ал на самом деле ол сізге жаңа басқа адаммен қарым-қатынас жүріп, сізді алдап жүрген болу ықтималдығы өте жоғары болып тұр. Ал сіз оны көрсеңіз де көз жұмып тұруыңыз мүмкін, мақұл, жүрсе жүре берсін деген сияқты. Тем более отбасылы адамды көріп отырған болсаңыз, ер адамдарда, бұл жерде әйел адамдарда отбасы бар оның деген сияқты ақтап алу. Негізі ақтауға келмейді. Самым деле сізді алдап тұр деп көрсетіп тұр. Айтып отырмын ғой, сіз жаңағыдай шуттан император құрастырып алғансыз. Шут қайда, император қайда. Шут и король деген сияқты. Даже корольдан да биік император, императрица. Негізі жеңілтек адамнан, жауапкершілікті алмайтын, бос адамнан сізді шынайы жақсы көрмеуі мүмкін бұл жерде. Бірақ жақсы көретін, жақсы көрмейтін көрсетіліп тұрған жоқ. Бірақ сіз идеальный адам қылып оны елестетіп алғансыз. Сол образда оны көресіз тек қана. Солай болуы мүмкін. Немесе бұл сізді айтып отырмын ғой. Бұл сізді, жұбыңыз сізді өзіне қарату үшін магия жасатып алған болуы да мүмкін. Чтобы отбасылы болғысы келу үшін де.
сіздің сыртыңыздан магия жасауы мүмкін. Привязка, өзіне қарату, өзіне байлау деген сияқты. Сол себепті сіз оны идеальная көруіңіз мүмкін. Негізі. Ол жаңағыдай сізді привораживать етіп алып, сізді привязка жасап алып, сізге отбасылы болуды армандап отыр, сізге ғашық сүйіп жатыр деп те айта алмаймын. Бір шетінен ол сіздің пайдаңызды пайдалану үшін де, сізді пайдалану үшін де болуы мүмкін. Ықтималдық өте жоғары. Сол себепті сізді қазір байлап тұрған болуы мүмкін. Магия арқылы болсын, бұл жерде көбінесе солай көрсетіп тұр. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кімге сәйкес келді, хикаяларыңызды жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқитын боламын. Және де қандай тақырыпта раскладтар ашқанымды қалайсыздар? Жұмыс, финанс, қаржы жағыңыз, махаббат жағы, денсаулық жағы барлығын ашатын боламыз общий раскладта. Комментарийға жазып, өздеріңіздің әңгімелеріңізді бөлісіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.